Ұзақ өмір сүру неге байланысты? Салауатты өмір салтына қатысты деп айтуыңыз де мүмкін. Иә, оның да қатысы бар. Бүкіл әлемдік денсаулық сақтау ұйымының мамандары төрткүл дүниедегі ең ұзақ жасайтындар жапондар екенін ғылыми тұрғыда нақты дәлелдеп отыр. Неге? Жапондықтар қуырылған тамақты көп жемейді. Күншығыс елінің тұрғындары негізінен пісірілген немесе қайнатылған тамақтарды жақсы көреді. Егер қуыратын болса, майды өте аз құяды. Дайын болған тағамдарды кішкентай ыдысқа салып қояды. Біздікіндей үлкен ыдысқа, дәу табаққа қою деген атымен жоқ. Үлкен қасықпен тамақ жемейді немесе ішпейді. Олар кішкентай қысқа таяқшалар арқылы жеуге дағдыланған. Олар сұйық тамақты өте жақсы көреді. Бірақ біздікіндей емес. Біздің сорпаларда кесек-кесек етпен картоп жүреді. Олардың сорпасына теңіз өнімдері мен балдырлар әр түрлі шөптер салынады. Айырмашылығы осында. Теңіз өнімдерінде ағзаға қажетті заттар өте көп. Біздің сүйікті гарниріміз не? Картоп пен макарон тағы басқа көзге үйреніп қалған шикізаттар. Жапондықтар гарнир ретінде күріш пен көкөністі көп таңдайды. Олар тапсырыс бергенде соя мен балдырға көп мән береді. Енді ойлаңыз, қайсысы адам ағзасына көбірек пайдалы? Макарон ба, жоқ әлде балдыр ма? Жапондарда шай дайындаудың мыңжылдық мәдениеті қалыптасқан. Олар әр түрлі пайдалы қоспалар қосылған көк шайды көбірек ішеді. Олар шайды ұнтақ түрінде пайдаланады. Өздері өсіріп, жинайды және оны сақтауының да сыры бөлек. Мұндай шай біз ішіп жүрген шайға қарағанда тиімді және сіңімдірек. Жапондықтар не жесе де сапалы, балғын тағамдарды жейді. Олар 2-3 немесе 1 апта тоңазытқышта жатқан етті пайдаланбайды. Шартты түрде алғанда жаңа сойылған малдың етін дұрыс көреді. Бірақ ол жақта еттен гөрі басқа тағам дұрысырақ. Мысалы, олар балық жегісі келсе, ресторандағы кішкентай су астауында жүзіп жүрген балықты тікелей өздері көрсетеді. Аспаз клиенттің көз алдында оны сойып, балықты асып немесе буға пісіріп береді. Жапондықтар ешқашан тоя тамақ ішпейді. Оларда тамақ ішудің сан ғасырлық өзіндік мәдениеті қалыптасқан. Күншығыс елінің тұрғындарында тамақты түк қалдырмай жеп қою әдеті жоқ. Тәбетің соншалықты ашылып тұрса да, тарелкада кішкентай етіп қалдыруын керек. Өткен ғасырдың 60-шы жылдары қабылданған міндетті денсаулық сақтау жүйесінен кейін жапондықтардың өмір жасы ұзара бастады десек, артық айтқандық емес. Өйткені қабылданған заңнан кейін жапондықтар жылына 12 рет дәрігерге барады. Ол міндетті. Күншығыс елінің тұрғындары бұл талапты бұлжытпай орындайды және оны қалыпты дағдыға айналдырған. Қалада немесе ауылда болсын, біз барар жерімізге көлікпен жетуге тырысамыз. Жапонияда адамдардың басым көпшілігі қоғамдық көлікті мінеді. Тіпті жұмысына жаяу баратындар бар. Қоғамдық көлік жапон халқы үшін күнделікті өмір салты. Күншығыс елі тұрғындарының тіпті жұмыс істеу тәсілі де бөлек. Олар компьютердің алдында отырып емес, кейде түрегеп тұрып та жұмыс істей береді. Күніне 2 рет жуыну жапондықтар үшін қалыпты әдетке айналған. Ол тазалықты білдіреді. Тазалыққа үйренген адамның ағзасына жұқпалы микробтар да жолай қоймайтыны ақиқат. Жапонияда радио бойынша гимнастика деген бағдарлама бар. Оны кез келген азамат орындайды және оған тұрақты қатысу әдетке айналдырған. Радио фитнес жапондықтар үшін салауатты өмір салты. Күншығыс елінің тұрғындары таза ауада жүргенді жақсы көреді. Үйде отырып тамақ ішу олардың дағдысы емес. Құрметті қонақпен дидарласқанның өзінде оны дұрыстау мейманханаға шақырады. Әйтпесе, тауға шығып дидарласып қайтады. Әрине, ұзақ өмір сүрудің амал тәсілдері көп. Ол ең алдымен өзіңе байланысты. Бірақ өмірде орын алатын әртүрлі жағдайлар да адамның тағдырына әсер етуі ықтимал. Бәріне де сабырмен қарап, кез келген іске мақсатты түрде кіріскен дұрыс.